Ал сіз теңгенің қалай жасалатынын көрдіңіз бе? Мен Қазақстан ұлттық банкінің банкнот фабрикасына барып, теңгенің қалай жасалатынын өз көзіммен көрдім. Қазақстанның ұлттық валютасы теңге 1993 жылдың 15 қарашасында айналымға енгізілді. Содан бері 30 жылдан астам уақыт ішінде теңге бірнеше рет жаңарып, дизайны мен қорғаныс технологиялары жетілдірілді. Бүгінде қазақстандық банкноттар дизайны мен қорғаныс деңгейі бойынша халықаралық деңгейде бірнеше рет мойындалған. Бәрі арнайы қорғалған банкнот қағазынан басталады. Алдымен бекітілген дизайн бойынша әртүрлі баспа түрлеріне арналған арнайы қалыптар дайындалады. Сонан кейін басып шығару процесі басталады. Алдымен негізгі суреттер мен дизайн элементтері түсіріледі. Ал ең қызығы теңгенің қорғаныс элементтері. Банкнотты әр бұрышқа бұрған кезде кейбір элементтер түсін өзгертіп, қозғалып тұрғандай әсер береді. Сонымен қатар қорғаныс жіптері, микромәтін жарыққа тосып қарағанда бір-бірімен дәл үйлесетін элементтер және тактильді белгілер қолданылады. Онан кейін банкноттарға сериялық нөмірлер түсіріліп, автоматтандырылған бақылаудан өтеді. Арнайы жабдық әр банкноттың дұрыс басылғанын және барлық қорғаныс элементтерінің талапқа сай екенін тексереді. Жалпы өндірістің әр кезеңінде қатаң сапа бақылауы жүргізіледі. Түсі, баспа сапасы, суреттердің дәл үйлесуі және қорғаныс элементтері тексеріледі. Ал талапқа сай келмеген банкноттар жарамсыз деп танылып жойылады. Соңында үлкен баспа парақтары жеке банкноттарға кесіледі және саналады, қапталады. Осылайша арнайы қорғалған қағаз шамамен 1,5-2 айдың ішінде Қазақстанның ұлттық валютасы теңгеге айналады. Бір қызығы, фабрикада тек қана теңге емес, паспорт, жеке куәлік және де басқа да қорғалған құжаттар шығарылады. Яғни күнделікті қолданып жүрген теңге, көптеген маңызды құжаттардың артында осындай күрделі технология мен үлкен еңбек тұр.